2020 жыл. Қаралы хабарлар. Қорқынышты көріністер. Қозғалақтаған сайын қысып, бұлқынған сайын буындырған тәжді тажал. Маңайымыз толы мазасыздық. Аурухана толы сырқаттар. Дүрліккен дүние. Карантин қара түнге ұқсаған күнде. 2020 жыл індеттің ойраны оңай болмады. Жаһанды жалмаған вируста 3690 қызылордалық жұқтырды. Коронавирус дендеген денені емдеу дәрігерлер үшін ең қиын мәселеге айналды. 2021 жыл. Дерт жұқтырғандардың дем жетпей дәлізде жататын күн өтті. Еңсетіктеудің жолы табылды. Денсаулық сақшылары ендігі үміт екпеде деді. Әлемдік тәжірибеде иммундауды ең тиімді әдіс деп қарайды. Себебі вакциналау қорғанудың қарапайым, қауіпсіз һәм тиімді әдісі. Вакциналау ағзаның табиғи қорғаныс механизмдерін қолдана отырып, көптеген жұқпалы ауруларға төзімділікті арттырады. Вакциналау иммундық жүйені арнайы антиденелер жасауға үйретеді. Қорыта айтқанда, вакцина аурудың алдын алудың қалыптасқан әрі дәлелденген жолы. Үміт желкен, сақтық кеме. Болашаққа бағыт алған кемемізді тәжді тажалдың тежеуіне жол бермейік.